аналар дискотека істеп жатыр. Қазір елмен жұрт болып қалған екеу қазір. Мынау Алдияр мен мұрагер қазір елмен жұрт. Сәлден кейін жау ғой. Ойбай, қырылып қалады, қырылып. Сіздің үйіңіздегі мәселе бар ғой. Айна қатесіз осы үйде түгел бар. Біреуін жұмсасаң, анам бүгін жұмсаған жақсы, анау барсын, онда мен анау бүйтсін, онда анау мусор төксін, онда анау бүйтсін, онда мен сыпырып, анау пол жүрсін. Міне санасып отыр. Сенен кейін көңілді жүр, бәй ананы істеші, ананы істеші десең, орнынан тұрып хат қып тұрып кететін бала жоқ. Мен мына қырып жойып алсам, сол кезде жұмсаған кайфе. Бір сөзіне қағып бәрін істейді. Енді ол бала болғаннан кейін бәріміз сол болды ғой. Енді о заманда бізде де сол болды. Ана баяғыда менің сіңлім мына бөлмені жинайды, мен мына бөлмені жинаймын ғой. Сонда мына бөлмедегі мусорды анам бөлмесінен шашып жіберетін. Ол мен мусор бөлмесі, мен бөлмеге шашып жіберетін. Қызық қой енді балалық кездегі сондай қызықтар ғой. Мен сыпырдым, сен пол жу, о заманда да болған. Үлкенге үлкеннің вообще ештеңеде шатағы жоқ. Ештеңеде шатағы жоқ. Әуелі бар ғой, аяғындағы аяқ киім өзін киім екеніне қарамайды, Құдай біледі. Ілінсе киіп кете береді. Мен айтамын, сен бір күні мұрагердің тырсығын киіп кетесің. Масқара ғой мынау. Қарасашы, мынау менікі ме, менікі емес па деп. Ол далалап тұр. Моментін беріп, бір еркелетіп қалсаң, бірдеңе жейік, бірдеңеге қыдырайық, бір жаққа барайық. Міне осы елеңдеп тұр, осышы. Кейде бар ғой, артық айтып жіберем ба деймін. Шынданып та кетем. Шынымды айтып отырмын енді. Әр үйдің балалары сөйтіп өсіп жатыр ғой. Сотканы да ұстайды. Өтірік айтпаймын, ұстайды. Бірақ барынша жаңағы ұстама дейміз, одан ары азартқа кіреді деп жатыр ғой білгіштер. Әйтеуір мына есік алға шық, су шаш, ауылға жібереміз, өйтіп бүйттік қой енді жазда. Енді сабақ басталады, үйірмеге барады. Заманынан қашып қайда барасың? Қыдырған деген еркектің қолынан аяғынан байлап та ұстай алмайды екенсің ғой, аха. Ебін табады, аха. Жоқ, бір жаққа шығып келем деген еркек енді қыдырам деп те артық айттым енді бар ғой. Бір жаққа фу кете қалатындаршы. Өтірік әңгімеге қыздырып жіберіп фу кете қалады ғой. Ертең айлық түсу керек емес, балалардың киім бәрі түгел ма? Не қылса бәрін түгендік қой осы апта деп тұрады да. Фу. Алло, шығып баратырмын. Алло, дейді жоқ болып кетеді. Есің алып ертең айып келеді екен, балаларға тағы жетпейтін кигізіп алады екен деп. Бізді алда опаңай ғой. Сомен есің алып, тұрмыстың тауқыметімен қалада кезсің ғой. Бүгін шаршадым. Балалармен бір-екі сағат отырып қайтайын мен. Кесіп жолады. Шаршайды. Бала қарап жатыр, тамақ істеп жатыр, үй жинап жатыр, шаршайды. Жұмысқа барып кейін шаршайды. Қыдырмай, өшім үйге тікен кейсең, нерві соғысып кетеді. Ондайлар бар еді. Өкінішке орай.